Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Каналымда пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Видеоны соңына дейін көруді ұсынамын. Мен әрине гүл өсіру маманы емеспін. Бұл тақырып мен үшін өте қызықты, сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Ал кеттік. Үй жағдайында гүлдерді күтіп-баптау туралы тақырып мен үшін қызықты әрі пайдалы. Гүлдер тек интерьерді көркейтіп қана қоймай, денсаулыққа да оң әсер етеді. Бірақ олардың кейбір зиянды жақтары да бар. Бірінші пайдалы жағын айтып өтейін. Гүл өсірудің пайдасы ауаны тазартады. Көптеген өсімдіктер көмірқышқыл газын сіңіріп, оттегі бөледі, ал кейбір зиянды токсиндерді сіңіру арқылы ауаны жақсартады. Мысалы, спатифилум, фикус, хлорофитум сияқты гүлдер ауаны тазартып отырады. Және оның тағы бір пайдалы жағы психологиялық жайлылықты сыйлайды. Жасыл өсімдіктер адамның көңіл күйін көтеріп, күйзелісті азайтуға көмектеседі. Өйткені жыл 12 ай үйімізде гүл тұрғандықтан, жасыл адам көңіл күйін көтереді. Және психологиямызға да әсер ете бастайды. Мысалға, тағы бір пайдалы жағы ылғалды сақтайды. Гүлдер булану арқылы ауаны ылғалдандырып, құрғақтықты алдын алады. Және тағы пайдалы жағы энергияны реттейді. Мысалға, фэн-шуй ілімі бойынша кейбір гүлдер үйдегі энергетикалық тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Мысалға, адамға жақсы көңіл күй беріп тұрған екен, адамның энергиясына ол әрине әсер етеді. Енді сіздермен гүлдердің зиян жақтарын бөлісе кетейін десем, мысалға, кейбір аллерген тудыруы мүмкін. Кейбір адамдар, кейбір гүлдер тозаң арқылы аллергияны бар адамдарға кері әсер етуі мүмкін. Мысалға, лилия, хризантема деген сияқты гүлдер, мысалға, аллергиясы бар адамдардың аллергиясын қоздыруы мүмкін. Оны да ескеріңіздер. Және гүлдердің тағы бір зиян жақтары ол өсімдіктер болуы мүмкін. Мысалы, кейбір гүлдер адамдар мен үй жануарлары үшін өте қауіпті болуы мүмкін. Мысалы, дифенбахия, олеандр, каланхоя, ол шырыны болғандықтан шырыны теріні тітіркендіреді, немесе ішкі түскенде уландыруы мүмкін. Әсіресе сіз бұл гүлдер болған жағдайда үйлеріңізде кішкентай балалар бар үйде, барынша сақтық шараларын сақтаған жөн. Болмаса, биіктік, қол жетпейтін жерге қойғандарыңыз жөн. Сосын тағы бір зиянды жақтарын айтып кетейін. Зиянкестердің пайда болуы. Кейде өсімдіктерге жәндіктер, мысалға, тілей, өрмекші, кейіне ұсақ-түйек зиянкестер болады, түсіп олардың үйдің басқа бөліктеріне таралуы мүмкін. Соған қарай оған арнайы жойғыш препараттарын қолданған жөн. Бұл зиянды жақтары. Ал үй жағдайында гүлдерді біз қалай күтіп баптаймыз? Гүлдерді күтіп баптау үшін нені ескерген дұрыс? Ең бірінші, жарықты ескеру керек. Әр өсімдіктің жарыққа деген қажеттілігі әртүрлі. Мысалға, кейбір үйлерде тікелей күн сәулесі қажет болса, кейбір басқа гүлдер көлеңкеде өскенді жақсы көреді, және сол жақтан біле отырған дұрыс. Мысалы, кейбір күн жақсы көрмейтін болса, жапырақтары сарғайып кетеді деген сияқты ғой. Ал күнді жақсы көріп тұрған, ол кәдімгі күнге қарай таласып өседі. Және тағы бір, суару мөлшерін сақтаңыз. Суару мөлшерін сақтаған дұрыс. Неге десеңіз, ол кейбір гүлдер суды көп қажет етеді, кейбіреуі аз деген сияқты ғой. Мысалы, шамадан тыс суару тамырдың шіруіне әкеліп соғады. Кейбір гүлдер судың аз қажет етуі мүмкін. Сосын топырақты қопсытып, тыңайтқыш қолданыңыз. Бұл өсімдіктің жақсы өсуіне көмектеседі. Ауа температурасы қадағалап отыру керек. Көптеген үй гүлдері үшін негізі 18-25 градус аралығында температураны жақсы қолайлы етеді. Мысалға, сосын зиянкестерден қорғау үшін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер өсімдікте арнайы тілей немесе басқа жәндіктер байқасаңыз, арнайы ерітінділермен өңдеген дұрыс. Мен бұны неге айтып отырмын? Өйткені бұл өзім үйде гүл өсіретіндіктен, балаларым бар, үй жануарларым, мысығым бар деген сияқты ғой. Соған қарай жаңағы жайлылық, мынау
энергетиканы, психологиялық нені реттеп отыру үшін, өзім үшін, көңіл күйім үшін үйде өсіремін. Сондықтан мен әрине гүл маман емеспін. Үй жағдайында гүлдер өсіруді жақсы көремін. Егер менің кеңестерім пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Мен міндетті түрде комментарий оқитын боламын. Сіздерде жақсы гүл туралы пайдалы кеңестер болса, ескере жүремін.